Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге өте дәмді әрі тойымды хаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Және дәл осы хаттаманы қамыр қып жасап, көп қып жасап, дайын қып, оны мұздатқышта 6 айға дейін қалай дұрыс сақтау керегін видеоның соңына дейін қарасаңыздар көрсететін боламын. Хаттамамыздың жасалу жолына кірісейік. Салқын суымыздың үстінен тұзымызды, сұйық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және ыдысымызға илегіштен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның үстінен жаңағы суымыз, тұзы, сұйық май қосылған суымызды салып, қатты жұмсақ емес, қатты емес, орташа көлемде қамыр илейміз. Илеген кезде жақсылап илейміз, қамырымыз жаңағы түйіршік болмау керек. Және бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз тынып, жарты сағат өткен соң, осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Бөлген бір бөлігімізді ыдысымызға салып, салфан қалтасымен бетін жауып қоямыз. Және екінші қамырымызды алып, илеп, ұнның көмегімен қамыр жайып аламыз. Егер сіздер достар қамырды қалай жаю керек екенін үйренгілеріңіз келсе, осы алдымен қаттамалардың қамырын жайып үйренсеңіздер болады. Осылай оқтаудың көмегімен екі қамырдың екі шетін баса отырып, ортасына ұн себе отырып, осылай қамырымызды жайып аламыз. Біздегі қамыр доп-домалақ болу шарт емес. Және осылай илеп қойған қамырымызды бетінен аздап ұн сеуіп, жаңағы орап бір шетке қоямыз. Және екінші қамырды мен мұнда жайып жатырмын. Осылай ұнның көмегімен жаямыз. Қамырымыз жайып болған соң, сары майды ертіп, осылай барлық шетіне жағып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай барлық жеріне екінші жаңа қамырымызды жаямыз. Оның үстінен де тағы да ерткен сары майымызды осылай толық бетіне жағып шығамыз. Бізде теп-тегіс домалақ болу шарт емес. Және осы оқтаудың көмегімен осылай орап аламыз. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасынан осылай кесеміз. Оқтауымызды аламыз және қамырымызды осылай жаямыз. Енді осы жайған қамырымызды ұзыншалап 3 бөлікке бөлеміз. Осы 3 бөлікке бөліп болған соң, осы 3 бөліктің қақ ортасынан тағы бөлеміз. Және осылай кремше сияқты қылып ораймыз. Және ораған қамырымызды осылай үстін басамыз. Қолымызбен қысып жаңағы біріктіреміз. Қазір мен сіздерге осы қаттамаларды мұздатқышта қатыру жолымен көрсететін боламын. Мұнда қамырымызды оқтаудың көмегімен, болмаса алақанымызбен осылай ысқылап жайып аламыз. Және ағаш жаңағы тақтайшамыздың үстінен осылай салафан қалтасын төсейміз. Және осының үстінен тағы салафан төсейміз. Одан кейін тағы күлше осылай қаттамамызды қолымызбен, болмаса оқтаумен күлшелеп аламыз. Және оны да осылай бірінің үстінен бірін салафан қалтасын қоя отыра қойып аламыз. Менде мұнда 6 қаттама шықты. Және 4-еуін қатыратын боламын. 2-еуін пісіретін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Мұздатқышта 2 сағатқа қойсаңыз, біздің қамырларымыз қатады. Қатқан соң бөлме жаңағы температурасына шығарып, 1-2 минутқа қойсаңыз, қамыр кішкене жібісейді. Сонда оны бір-бірінен оңай алынады. Солай оңай алынған кезде салафан қалтасына салып, қайтадан жаңағы мұздатқышқа салып қойып, 3 ай көлемінде, 6 ай көлемінде сақтап,
қалаған уақытыңызда майды құйып пісіріп жаңағы дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай соңғы 2 қаттама қалды. Мен қазір бұны күлшелеп жатырмын. Осы кезде тапамды қыздырамын және аздап сары май құйдым, 30 граммдай. Сіздер сары май болмаса сұйық май құйсаңыздар да болады. Көріп тұрғандарыңыздай көп май керек жоқ. Осылай аздап қана сары майды салып, ол еріген соң осылай жаңағы қаттамамызды саламыз. Орташа отта бетін жауып қоямыз. Тапамыздың 1 минуттай осылай бетін жауып қоямыз. Одан кейін оны үсті астына аударамыз және қайтадан тапамыздың қақпағын жауып қоямыз. Майымызға барлығы жаңағы тиіп тұратындай осындай ағаш қасығымызбен жаңағы бетін осылай нығыздап қоямыз және үсті астын аударып отыруды ұмытпаймыз. Себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай осылай бетін жауып отырып 1 минут салып осылай аударып отырсаңыздар 5 минуттың ішінде осылай біздің қаттамамыз дереу арада піседі. Көріп тұрғандарыңыздай осылай аз уақыттың ішінде біздің қаттамам пісті. Екінші қаттамамды да дәл осылай үсті астына аударып қақпағын жауып отырып пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай осылай бөлген кезде қатпар болып жаңағы қытырлап керемет болып шығады. Жасап көріңіздер достар. Және мұздатқан қаттамаларыңызды да дәл тура осылай әзірлеп жасауларыңызға болады. Достар, егер арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін болам.